80-ге жақсы келуіңді қайдам, 90-ға келген ағам бар, соған бар депті ғой. Ұзақ өмір сүрді, содан сұра депті. Сол 90-дағы шалға кетті. Қараса, тың кісіден. Ой, қонақ келді, қонақ келді. Ой, ата, қонақ емес, бізге 90-ға қалай келу керек, соны айтшы десе. Ей, оны айтам ғой. Ей, кемпір, анау чатырдың үстінде бір қауым бар еді. Әкел сол қауымды, қонақ келді деп. Сен 90-ға келген шалдың кемпірі, 84 тастаған кемпір ғой енді ол да. Сен жайлап, апам балпаң басып, чатырдың үстіне қауымды алып түсті. Сөйтсе алып түссе, бүйтіп қарап тұрып, әй, бұл емес, маған күн түспеген ғой, ана күн жақтағысын алып кел деп тағы жіберді. Кемпір үндемей барып екіншісін алып келсе, ол емес, үшіншісі анау күн жағында қайтып кетті. Міне мынау енді дұрыс деп сойып, қонаққа жегізіп, өзі жеп, сөйтіп бәрі жеп болғаннан кейін баласы қайта сұрап. Бұл қалай жеттіңіз енді десе, осымен жеттім депті ғой. Қалай десе, анау менің кемпірім депті. 3 рет жұмсадым, көрдің ба депті. Бұл қыңқ демей, шалымның айтқанын жасап жатырмын деп, үндемей барып алып келді депті. Ол мәз депті. Шалымның айтқан жасадым. Мен сенің алдыңда кемпірім қыңқ демей, менің қауынды алып келгеніне мен қандай мәз болып отырмын депті. Көңілім тоқ депті. Өзі білесің бе, үйде қауын біреу ақ депті. Сол бір қауынды апарып